Абай облысы, Аягөз қаласы, қалалық көп бейінді қазақ мектеп гимназиясының 6 Б сынып оқушысы Сайлау Әмина. Арманнан туған мамандық. Бұл менің әкемнің бокс қолғабы. Сырт көзге ескі сәт, ал мен үшін үлкен тарих. Бұл қолғапта әкемнің арманы, еңбегі, жеңістері сақталған. Осы қолғаппен әкем алғашқы жеңістеріне қадам басты. Бұл жай ғана спорттық құрал емес. Бұл бір арманның басталған жері. Әкем кішкентай кезінен бокс жарыстарына қатысқан. Ол күн сайын жаттығып, алғашқы жарыстарына шығып, медальдар ала бастаған. Ринг, жаттығу, еңбек оның балалық шағының бір бөлігі болды. Сол кезде-ақ ол алдына үлкен мақсат барын сезді. Уақыт өте келе әкемнің арманы жаңа бағыт алды. Ол тек өзі жеңуді емес, басқаларды жеңіске жеткізуді қалады. Сол сәттен бастап қолғап спортшының емес, бапкердің қолына өтті. Әкем кішкентай балаларды бокстың алғашқы қадамынан бастап үйретті. Оларға соққыны ғана емес, тәртіпті, сабырды, жеңіске деген сенімді үйретті. Әр баланың бойынан болашақ чемпионды көре білді. Бүгінде сол кішкентай шәкірттер ер жетіп, ерлер арасында жарысқа қатысып жүр. Олар үлкен ареналарда жұдырықтасып, жеңіс үшін күресуде. Мен оларды көргенде әкемнің еңбегінің жемісін көремін. Бір кезде әкем өзі медаль алатын спортшы болды. Бүгінде медаль алатын чемпиондарды тәрбиелеп жатыр. Бұл арманның тоқтамағанын, ұрпаққа жалғасқанын көрсетеді. Әкем тәрбиелеген спортшылар шет мемлекеттерде өткен жарыстарға қатысып, Қазақстанның намысын қорғап жүр. Басқа елдің рингінде менің әкемнің шәкірттері тұр. Бұл бапкердің еңбегінің әлемге жеткенін дәлелі. Әкемнің жеңісі тек өзінің медальдары емес, әкемнің жеңісі шәкірттерінің мойнындағы медаль, көзіндегі сенім, жүрегіндегі рух. Әкем арманды жалғастырушы, чемпион тәрбиелеген чемпион. Ал мен үшін әкем жай бапкер емес, ол отбасының тірегі, ол біздің ұстазымыз. Әкем бізге еңбекті, табандылықты, арманға адал болуды, отанды сүюді үйретеді. Мен әкемді мақтан тұтамын.